Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Бүгін біз Instagramдағы сауалнама нәтижесі бойынша таңдалған видео тақырыбына әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше уақытты жоғалтпайық, бастайық. Бизнесмен ол кім? Неге адамдар өз кәсібін бастап, бизнесмен болғысы келеді? Бәрі бірдей бизнесмен болса, қоғам қалай өзгереді? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Бүгінгі видео тақырыбы бизнеспен байланысты болғандықтан, менің Дәулет Төлеутайұлының бизнеске бағыт кітабына жасаған обзор видеомды мына бір жерден тамашалай аласыздар. Айдын Рахымбаев, Бейбіт Әлибеков, Марғұлан Сейсенбай сынды тұлғалар бірден бизнесмен болып кетті десеңіз қателесесіз. Қоғам адам еңбегінің жемісін, нәтижесін көріп соған қызығады. Бірақ та олар жүріп өткен жолды, қаншама маңдай тер мен жұмсалған мол уақыттың қадірін ұмытады. Кәсіп бастау мен жүргізу жолы күрделі жол. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін, көрегендік пен тәуекелшілдікті талап ететін, бірақ берекесі мол, нәтижесі тәтті жол. Бәрі бірдей бизнесмен болса, қоғамның өзгеруін жан-жақтан қарастырайық. Бірінші, плюстерін талдаймыз, одан кейін минустарын айтамын. Плюстері: экономиканың дамуы, жалпы халықтың қаржылық сауаттылығының артуы. Нарықта кәсіпкерлер бір-біріне бәсекелес бола алатындай мықты ортаның пайда болуы. Тауарлар мен қызметтердің алуан түрлілігінің көптігі. Және менің ойымша соңғы плюсы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі. Бәлкім болашақта өмірлік тәжірибе мол болған кезде осы видео тақырыбына сай ақпарат толығып, көзқарасым өзгеруі мүмкін. Енді кеттік, минустарын талдайық. Бірінші, ол жалдамалы жұмыс істейтін адамдардың болмауы. Біліктілік деңгейінің төмендеуі. Яғни мұғалім, дәрігер, өрт сөндіруші деген мамандар оқытылмай, сәйкесінше ол жұмыстар атқарылмайды. Жаңағы айтып өткендей, өмірге ең қажетті мамандардың тапшылығы орын алады қоғамда. Келесі минусы ол қаржыға тәуелділік салдарынан адами қарым-қатынас пен рухани байлығымыз құлдырайды. Яғни адамдар жайдан-жай бір-бірімен қарапайым әңгімеге, өз отбасы туралы хал жағдайын білуге деген сияқты әңгімелерді қозғамай, тек қана өзінің кәсіптері туралы, қалай көп ақша тапсам болады, қалай көп клиент тартсам болады деген сұрақтарға жауап іздеп, сондай құрғақ әңгіме ғана күнделікті өмірде қолданылады. Қаржыға тәуелділік салдарынан адами қарым-қатынас деңгейі төмендеп, рухани байлығымыз құлдырайды. Яғни адамдар жай әңгімеге келген кезде бір-бірінің хал жағдайын сұрамай, керісінше кәсіп бастау туралы, ылғи сол жұмыс туралы әңгіме көбейіп кетеді де, қарапайым әңгіме екінші планға қалады. Және соңғы минус мен байқаған, ол қарапайым өмірді адамдар жек көріп кетеді. Яғни бәрі бірдей бизнесмен болады деген ол өтірік нәрсе. Әркімнің өзінің істейтін қызметі бар, әркімнің бақытты сезінуі, адамның өзінің бақытты сезінуі әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Біреуге айына миллион тапсан, ол да аз болуы мүмкін. Біреу 100 мың тауып, сол ақшаға мәз болуы да мүмкін. Қорытындылай келе айтарым мынау: бәрі бизнесмен болу қоғам үшін тәуекел қадам, үлкен сын болмақ. Себебі ақша байлық атаулы, адам өмірін толтырып, рухани байымай, керісінше және айтып өткендей құлдыраймыз. Жалпы түйгеннің ойым мынандай: өмірдің мәні ақшада емес, өмірдің мәні адам өзінің бақытты сезінуінде. Өмірдің мәні ол 12 мүшеңнің саулығы, жаныңдағы атаның, бауырларың, балаларың, немерелеріңнің амандығы, өзің жақсы көретін ісіңнің болуы, достарыңның көптігі деген сияқты. Бұл әлемде әркімнің өзінің орны мен рөлі бар.
Біреу мұғалім болады, біреу дәрігер, біреу автобус жүргізушісі деген сияқты. Біреу таксист та болуы мүмкін. Сондықтан әр күніңізді өзіңіз қалайтындай өткізіңіз. Жақындарыңызға күндеріне сәттілік тілеңіз, ғашығыңызға өзіңіздің сезіміңізді білдіріңіз, ата-анаңызға өзіңіздің оларды сүйетінін айтыңыз. Жалпы бір қорытындыға келетін болсақ, құрметті көрермен, ақшаға түңілмей, атақ құмар, даңқ құмар адам болудан сақтаныңыз. Құрметті көрермендер, егер де бұл видео пайдалы әрі қызықты болса, лайк басып, комментарийға видео тақырыбына сай өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, менің басқа да видеоларымды көріп, сонымен қатар осы видеоны поделиться кнопкасы арқылы WhatsApp группаларға, Instagram страничкаларға таратып, қазақша контенттің дамуына бірден бір себепкер болыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.